Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Қыз-келіншектер, пирог песочныйдың рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Мына осындай ыдысқа үй температурасында тұрған сары май, оның үстіне қант қосам. Май щедрый еді. Осы үй температурасында тұру керек. Осылай жұп-жұмсақ болып. Осылай нетіп аламыз. Жақсылап. Бір жұмыртқаны қосамыз. Содан кейін тағы араластырамыз. Содан кейін ұнымызға бір чайный ложка, бір шай қасық деген разрыхлитель қосамыз, қопсытқыш. Осылайынан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін ұнды қосамыз үстіне осылайынан. Осылайынан араластырып, одан кейін ары қарай қолыммен жақсылап тұрып егеймін. Осылайынан жақсылап мыжғылап егіп аламын. Осылайынан жақсылап егедім. Астына кішкене тұрды. Қазір форманы әкелем. 22-24 сантиметрда болу керек. Осындай қоңыр қағаз салам. Пищевой. 2-3 рет пайдалануға болады. Осылайынан қысып нетіп аламын да. Мынаны екіге бөлеміз. Осылайынан басып жаңағы шыққалап нетеміз. Бұдан 26 сантиметрлік кестеуге болады. Мынаны жақсы жетеді. Осылайынан басып. Кішкене кішіректеуін істедім, сондықтан да кішкене мынаны қалыңдау болды. 28 сантиметрге әжептәуір жетеді диаметріне. Енді осыны былайынан шетінен бөліп алып, осылайдан жұқалап шеттене бортик кездейміз.
Мына осылайынан до конца істедік. Енді жұқа болып кеткен жеріне осылайынан қалған тестасын осылайынан жабыстыра саламыз да. Осындай вилкамен бүкіл жерінен тесіп шығамыз. Басы соғылмасын. Осылайынан жақсылап не салдық. Енді начинкасын дайындаймыз. Жаңағы тесті иленген ыдысқа 300-350 грамм творог, соған үстіне қаймақ салдым. 50 грамм қаймақ. 50 грамм болғанда негізі 100 грамм сондай қаймақ салуға болады. Осымен творогымызды еземіз. 50 грамм қант, 50-60 грамм. Осылайынан жақсылап тұрып езіп аламыз. Енді бір жұмыртқа қосамыз. Осылайынан езіп аламыз бәрін жақсылап тұрып. Учи меня, учи меня, Енді осыны қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне осылайынан құямыз. Оған гель нелер болады, красителер. Сонымен 1 шай қасықпен 1 қасық, немесе 1,5 қасық қосса болады. Қызылын, жасылын, сондайларын қосса болады. Кейін біреуін көрсетем. Міне осылайынан пісіп шықты. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Осы бір күн тұрып өзі осылай комнатный температурада суы керек. Сосын кейін барып бір күннен кейін турасаңыздар, турап дәмін көрсеңдер өте жақсы болады. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Келесі видеоға шейін сау болыңыздар.